Ендеше бұл өмір, біз бұл өмірге келдік, бұл өмір сынақ екенін ұмытпауымыз керек. Сол сынақ өмірде бізге көмектесетін, біздің бойымызда болса, сол сынақтардан сүрінбей өтуге, Алланың ризалығын алуға, қандай да бір қиындық келетін болса, соған төзіп беруге септігін тигізетін бір үлкен мінез бар, үлкен сипат бар. Ол сипат сабыр сипаты болып есептелінеді. Яғни сабыр. Сабыр деген сөз түбірі сабара үш harfтен тұрса да, бірақ бұның мағынасы өмірде өте үлкен, өте маңызды, және сабыр етудің оңай еместігін бізге дейінгі Құранда баян еткен тарихтан, одан кейінгі қала берді айналамыздан да байқап көру жатырмыз. Алла Тағала осы сабырлықтың үлкен жетістігі, сабырлық арқылы адам Алламен бірге болу бақытына кенеледі екен. Өйткені Алла Тағала Құранда Бақара сүресінің ішінде «Инналлаха ма'ас-сабирин», шындығында Алла сабыр еткен құлдарымен бірге деген сөзін айтады. Кім сабыр ете алған болса, сынаққа, жоғарыда сабырлықтың түрлері туралы айтамыз, Алла жазса, Алла Тағала сол адаммен бірге екендігін баян етіп жатыр. Ендеше ғұламалардың мынандай бір сөзі бар: «Идаллаху ма'ака фаман тахаф». Алла сенімен бірге болса, кімнен қорқасың дейді. «Ва ида алейка фаман тарджу». Ал егер Алла саған қарсы болса, кімнен барып Аллаға қарсы көмек сұрайсың дейді. Қараңыздаршы, жоғарыда сабыр арқылы Алла Тағала ондай сабыр еткен құлдарымен бірге болатындығын айтты. Ендеше Алла сенімен бірге болса дейді ғұламалар, кімнен қорқасың дейді. Қандай қиындық болуы мүмкін? Алла сіз Алламен болсаңыз, Алланың жанында болсаңыз, мағына жағынан. «Ва ида алейка фаман тарджу». Алла егерде саған қарсы болатын болса, кімнен барып көмек, кімнен барып жәрдем, кімнен пана, кімнен қамқор тілейсің? Ендеше ең басты өмірде Алланың қарсы болмауы саған, Алланың ашуы түспеуі, Алла Тағаланың қаһары келмеуі ең басты өмірде сол. Адам бірде өзгеріп, бірде бұлай, бірде әртүрлі болуы мүмкін. Біреуді ренжітсеңіз, кейін кешірім сұрап, дастархан жайып, алдынан өтетін болсаңыз, оны кешіру, оны қайырып алу оңай. Бірақ Алла Тағала ол адам несі сияқты емес, Алла Тағаланы біле тұра, оның ашуына кенеліп қалудан мұсылман сақтану керек екен. Енді сол сабырлықтың құнының үлкен екендігін Алла Тағала мынандай бір аятпен баяндайды. «Иннамас сабируна юаффа». Алла Тағала айтады: «Иннама юаффа сабируна ажрахум биғойри хисаб» дейді. Шындығында сабыр еткендердің әжірі, сауабы есепсіз дейді. Әжір еткен, жаңағы сабыр еткен құлдың сауабы есепсіз дейді. Белгілі бір жаңағы мөлшер деген жоқ. Сабырлықты мұсылман адам ұстанған болса өмірде, оның сауабы есепсіз дейді. Сабырлық біз қазір міне осыдан шықтық, үйге бардың, үйден шықтың, жолда, барлық жерде бізге сабырлық керек. Жұмыста да, қарым-қатынас, балаларыңызбен қарым-қатынас, өмірде де. Егерде сабырлық болмаса, адам көптеген нәрседе қолын тістеп, санын соғып қалады екен. Сондықтан да Алла Тағала егер сабыр еткен құл болатын болса, оның жаңағы сауабы есепсіз деп баяндайды. Енді Алла Тағала мынандай бір сабыр етудің артынан келетін сауап туралы мынандай бір хадисті келтіреді. Яқулуллаху Тағала, Алла Тағала хадисул қудусиде былай деп айтады: «Идабтулиту абди би хабибатайхи». Егер мен құлымның бірін екі жанарымен, екі жақсы көрген нәрсесімен сынаған болсам дейді. Ол хабибатайхи деген екі көзді айтады. Егер де бір құлымды екі көзін мен сынаған болсам дейді, яғни екі көзі көрмейтіндей дәрежеде сынаған болсам, фасобара, және сол құл сабыр еткен болса, ауаттуху минхума әл-жәнната, мен ол екі көздің орнын жәннатпен оны сүйіншілеймін дейді.
яғни екі көзіне сабыр еткен үшін мен оған жәннатты берем деп Алла тағала хадисул қудусиде айтты дейді. Ендеше сабырдың артында, егерде адамның басына сондай бір сынақ келген болса, дене мүшесі тағда, сол құл сабыр еткен болса, оның жазасы, оның есебі, оның сыйы жәннат екендігін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы хадисте баяндайды. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз айтады: «Мә юсибу әл-муслиму мин насабин уәлә уасабин» дейді. Қандай да бір мұсылманның басына дейді шаршау келген болса, уәлә уасабин, немесе ауру келген болса, уәлә хаммин уәлә хазан, қайғы қасірет келген болса, уәлә әзә, зиян тиген болса, уәлә ғаммин, және мұң келген болса дейді, қайғы мұң, хатта шауката, тіпті шөгірдің өзі юшакуха илля каффараллаху биха мин хатаяху дейді. Егерде тіпті шөгірдің өзі денесіне кірген болса, сол жаңағы шөгірдің тиюімен, соған қиналып сабыр етуімен оның жаңа күнәлары не істелінеді, кешіріледі дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Осындай сіздер мен біздерге жаңағы сүйінші айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда өзіне қатты қиындық бойына түскен, сол қиындыққа шыдай білген. Бірде Ибн Масуд радиаллаху анху пайғамбарымыздың қатты қиналып жатқанын көрді. Сосын айтады: «Я Расулалла» дейді, «сізді қатты қиналып тұрғаныңызды көрдім» дейді. Бірақ пайғамбарымыз сол ауруына шыдап тұр. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Әжәл» дейді. Сонда: «Я, мен қатты қиналып тұрмын» дейді. «Инни уаку кама юаку ражулани минкум» дейді. Шындығында мен қиналған кезде сендердің екі ер азаматтың қиналғанындай қатты қиналамын дейді. Сонда жаңағы сахаба тұрып айтады: «Залика анна лака ажрайни». Бұл егерде бір іс істесеңіз, сіздің ісіңіз екі сауап болғандықтан ба дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: «Әжәл, я солай» дейді. «Залика казалик ма мин муслимин юсабу аза шаукадан фама фауқаха илля каффараллаху биха сайиатихи» дейді. Я, сол сияқты мұсылман да солай дейді. Пайғамбарымыз айтады: қандай да бір оған зиян тиген болса, тіпті шөгір кірген болса, шөгірден жоғарғысы оған зиян келтірген болса, Алла тағала сонымен оның күнәсін кешіреді дейді. «Ва хаттат анху зунубаху кама тахутту шажара варақаха» дейді. Ол адамның күнәсі сондай төгіледі, ағаштың жапырағы қалай желді күні төгілген болса, сол қиындыққа түскен адам сабыр ететін болса, күнәсі солай төгіледі деп осындай сүйіншілер айтады. Және бұл сынақ деген, сынаққа сабыр етудің артында Алла тағаланың жаңағы махаббаты тұрады екен. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар: «Инна айдамал жаза ма айдамил бәла» дейді. Шындығында сыйдың үлкен болуы сынақтың үлкен болуынан кейін келеді дейді. Кімде Алла тағала үлкен сынақпен сынаса, оның артында үлкен сый бар екен. «Ва инна Аллаха тағала ида хабба қауман». Шындығында Алла тағала бір қауымды сынаған болса, ибталахум, ол оларды сынайды дейді. «Фаман радия фалаху рида». Кім сынаққа риза болған болса, оған ризалық болады дейді. «Ва ман сахита фалаху сахт». Ал егер кім ашуланған болса, яғни тағдырына түскен сол сынаққа, оған ашу болады дейді пайғамбарымыз. Сондықтан да мұсылман кез келген басына түскен қиындыққа сабырмен қарсы алу керектігін айтады. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз айтады: «Ажабан ли амрил муъмин» дейді. Мүмин адамның ісі сондай ғажап дейді. Шындығында оның ісінің барлығы арты оған хайырлы болып келеді дейді. «Ида асабатху сарра шакара факана хайран лаху». Егер оның басына бір қуаныш келетін болса, ол оған шүкір етеді, арты оған хайырлы болады дейді. «Ва ида асабатху дарра». Ал егер оның басына қиындық келетін болса, сабара, ол мұсылман сабыр етеді, арты оған хайырлы болады дейді. Қараңыздар. Сондықтан да осы хадистердің барлығы, аяттардың барлығы сіздер мен біздерге пайғамбарымыздың үмметі болғаннан кейін, Алланың құлы болғаннан кейін сабырлық әр мұсылманның бойында табылу керек сифат екендігін көреміз. Сабырлық арқылы біз үлкен биіктерге жетеміз. Сабырлық арқылы біз қоғамда орнымыз үлкен болады. Сабырлық арқылы біз мұсылманның көрінісін көрсетеміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадисі бар: «Ана
Мен пайғамбарымыздың мынандай бір хадис, ана ауалу ман яфтаху бабал жанна деген басталады хадисінде. Шындығында жәннаттың есігін ең бірінші болып мен ашам дейді. Пайғамбарымыз айтады. Содан кейін менімен бірге сол жәннаттың есігінен бірінші кіруге бір әйел адам таласады дейді. Пайғамбарымыз айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол әйелден сұрайтын болам дейді. Сен кімсің деп. Сонда жаңағы әйел айтады дейді. Мен сондай бір әйел адаммын дейді. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін жетім балаларды тәрбиелеп, одан кейін тұрмысқа шықпай, соларды тәрбиелеп, сол жетімдердің жанында болған әйелімін дейді. Сондай әйел адам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жәннаттың есігінен менімен бірінші кіруге таласады дейді. Қараңыздаршы, яғни жетім бізде шариғат бойынша жалпы жетім деп, нағыз жетім деген, ятим деген сөз адамдардың ішінде әкесі өлгенді жетім дейді. Малдардың ішінде анасы өлгенді жетім дейді. Құстардың ішінде әкесі мен шешесі өлгенді жетім дейді, ятим деп айтады. Сонда әкесі өлу деген бұл нағыз жетімдік болып шариғатта есептелінеді. Сонда жаңағы әйел күйеуі қайтыс болғаннан кейін балалардың тәрбиесінде болып, кейін басқаларға шықпай, соған сабыр етіп, солардың иманды болуына, олардың тәрбиелі болуына шыдаған әйел адам жәннатта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен жәннаттың есігінен бірінші кіруге таласады дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да сол сабырлықтың артында қандай үлкен сыйлар барын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп отыр. Енді сабырлықтың уақыты қашан? Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қабірдің жанында бір әйел адамның жылап жатқанын көреді. Бұл мәшһүр хадис. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам баласынан айырылған ана екендігін байқайды да, исбири уахтасиби, сабыр етіп, Алладан үміт күт деп айтқан екен. Сонда жаңағы әйел тұрады да, жаңағы сөзге көтере алмай қалады да, сонда айтады, илайка анни, менен әрі жүр, шындығында менің көрген қайғымды сен көріп тұрған жоқсың деп пайғамбарымызға қатты сөз айтып қояды. Пайғамбарымыз болған жағдайды көреді, үндемей кетіп қалған екен. Сөйтіп жанындағы адамдар, ей фулана, ей пәленше, сен білмедің бе жаңа саған басу айтқан кім екен дейді. Жоқ, ол кім деген кезде, ол ардақты Алланың елшісі ғой дейді. Пайғамбар ғой дейді. Солай ма дейді. Ана ашумен айтып қалады ғой. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйін іздеп барады. Сонда әйел адам айтады, мен ойладым дейді, пайғамбардың үйіне кіру қиын шығар дейді. Яғни ол жерде күзеттер, сарайлар бар шығар деп ойлаған ғой. Сонда пайғамбардың үйіне кіру өте жеңіл екен дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйіне кіреді. Сонда айтады, ей Алланың елшісі, мен бағана сіздің пайғамбар екеніңізді білмей қалып, қатты айтып жердім, кешіріңізші дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау хадисте айтады, иннамас сабру инда садматил ас-сабру инда садматил ула дейді. Шындығында нағыз сабырлық қайғымен кездескен сәтте, сынақпен кездескен сәттегі алғашқы уақытындағы сабырлық сол сабырлық дейді. Ал уақыт өтіп кеткеннен кейін сабырлық, ол сабырлық болып есептелмейді екен. Ендеше біреу бірден сізді байқамай қатты сөз айтып қойса, соған қайтармай сіз сабыр етсеңіз, дәл сол жерде сабыр ететін болсаңыз, бұл сабырлық. Кейін барып, анаған артық қайтарып қойдым, немесе үйттім, бүйттім деп кешірім сұрау, ол дұрыс, әрине мұсылман сипаты. Бірақ нағыз сабырлық сол сынақпен кездескен сәттегі сәті еді. Сондықтан да мұсылман осы сәтті не істемеу керек, ұмытпау керек екен. Және сабырлықтың үш түрі болады. Бірінші түрі ас-сабру аля таа дейді. Ғибадатқа, құлшылыққа бойсынудағы сабырлық дейді. Өйткені кез келген құлшылық ол оңай емес. Алла Тағаланың әмірінің астарында бір сынақтар жатады. Мен сендерді жайдан жай жаратқан жоқпын деді Алла Тағала. Тағы бір Анкабут сүресінің басында алиф лам мим ахасибан насу яқулу аманна ва хум ла юфтанун дейді. Адамдар ойлай ма дейді, біз иман келтірдік, болды, енді сыналмаймыз ба деп. Уалақад фатанна аллазина мин қаблихим. Шындығында сенде олардан бұрынғылардың барлығын сынаған болатынбыз дейді. Олардың арасындағы шыншылдар мен өтірікшілердің арасын айыру үшін дейді Алла Тағала. Ендеше сынақтар не істей береді? Келе береді. Сол сынақ ғибадат жағынан келуі мүмкін. Мысалы, мұсылман барлығы ұйықтап жатқан кезде, тәтті ұйқыда жатқан кезде ұйқысын бұзып, Алла Тағаланың фарыз қылған амалдарын орындау,
керек болады. Таң намазы мысалы. Пайғамбарымыз айтады: "Мән саллал бардайни дахалал жанна." Кімде-кім екі суықты оққан болса, жәннатқа кіреді дейді. Бірінші суық ол таң намазы, екінші суық екінті намаз деген жаңағы риуаяттар бойынша. Сонда осы өйткені таң барлық ұйықтап жатқан кездегі мұсылман өзінің жылы көрпесін тастап, сөйтіп шығып, жаңағы мешітке қарай барады. Әрине ол нәрсені Алла Тағаладан әжір сауап күтіп, соған ұмтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадисі бар: "Мән салла салатул субхи фил жамаатин кана фи зимматилла", ау кама қала Наби саллаллаху алейхи вассалам. Кімде-кім таң намазын жамағатпен оқыған болса, ол Алланың қорғауында болады дейді. Сонда бір осы хадисті естіген кішкентай бала әкесінен сұрайды дейді: "Әке, мынау зимматилла дейді, жаңа Алланың қорғауында болады деген, қорғанында болады дегенді қалай түсінеміз?" дейді әкесінен. Осы хадисті естіген. Сонда айтады: "Яғни Алла Тағала сені ешкімге тиіскізбейді, Алла Тағала аман қылып сені сақтайды. Ешкім тиісе алмай ма? Ешкім тиісе алмайды. Жарайды, ертең ендеше таң намазына жамағатпен оққа мені оятыңызшы" дейді. Сөйтіп таңертең тұрады, баласы кішкентай, аяп кетеді, ұйқысын бұзбайды, мектепке бару керек, тағысын тағы. Сосын барып өзі келгеннен кейін оянып кетсе, жаңа күн шығып кеткен екен. Сонда айтады: "Әке, мені апармадың ғой" дейді. Жаңа ренжиді: "Ендеше апармасаң, онда мен жаңа тағы да өзінің сөздерін айтады." Сосын жарайды деп келесі күні алып барады, алып барып мешіттен әкесі екеуі келе жатқан кезде баласы айтады: "Әке, енді мен бүгін Алланың қорғанында болам ба?" "Иә, қорғанында боласың" дейді. Болды, пайғамбарымыз солай деп айтқан еді. Сосын мектепке барады, мектепке бір еңбек сабағы ма сондай сабағында болады. Сөйтіп барлығы жаңа үйдің жұмысын орындамай келгендер, немесе дұрыс орындамағандар бар. Анау еңбектің мұғалімі сол кішкене қаттылау екен, нұқып жүреді барлығы: "Сен орындамадың ғой, неге орындамадың?" Ананы қолы қаттылау екен. Сөйтіп бала қасқайып тұрады жаңағы. Кезек: "Сен не еді?" "Я, мен де үлгермедім" дейді. "Сен неге үлгермедің?" "Мұғалім, кешіріңіз, сіздің маған бүгін тиісе алмайсыз" дейді. Барлығын тиісе. "Қалай тиісе алмайсыз?" "Тиісе аламын" дейді. "Жоқ, тиісе мүлдем сіз ештеңе істей алмайсыз бүгін маған" дейді. "Қалай істей алмайды екен? Мен қолым өзімді жаңағы барын еттім, сен де жаңағы нұқиым" дейді. Сонда айтты: "Ол неге олай тиісе алмайды екен" дейді. "Бүгін мен жаңа таң намазын әкеммен бірге мешіттен оқып келдім" дейді. Пайғамбар былай деп айтыпты: "Кімде-кім таң намазын жаңа ұйқысын қиып мешітке барып келген болса, сол күні ол адам фи зимматилла, Алланың қорғанда болады" деген кезде ана кісі өзді талай намазын қаза жіберіп алған екен де сол кісі. Сосын: "Я, балам, бүгін сен Алланың қорғанындасың" деп айтқан екен дейді. Қараңыздаршы, сондықтан да сондай рухпен жаңа тәрбиеленген, сондай ғибадатқа сабыр еткен адам артынан үлкен жақсылықтарға кенеледі екен. Солардың ең биігін көрсетіп қойған Алла Тағала. Ол қандай? Ибрахим пайғамбардың оқиғасы. Алла Тағала айтады: "Фаламма балага сая" дейді. Ол баласы мен, яғни Исмаилмен жетектеп жүруге жаңағы саи деген жерге жеткен кезде, баласы үлкейген кезде, қала, сол кезде Ибрахим пайғамбар айтты: "Я бунайя, ей балапаным, инни раайту", шындығында мен сені түсімде көрдім, "анни азбахука", шындығында сені бауыздап жатқаныңды көрдім" дейді. "Фанзур мада тара", бұған сен қалай қарайсың дейді. Қараңыздар, жалғыз ұлы сарқайып күткен. Соны Алла Тағала пайғамбарлардың ол кездегі түсі уахи ретінде болған. Түсінде не көрді, соны орындау керек екен. Сол кезде Алла Тағала, қараңыздар, Ибрахимді осындай үлкен сынақпен сынап отыр. Сонда баласы Исмаил тұрып әкесіне айтады: "Я абати", ей әкетайым. Ана балапаным деді, мына жерде ей әкетайым дейді. "Ифал ма туъмар", Алла саған нені әмір еткен болса, соны орында. "Сатаджидуни иншалла минас сабирин", шындығында сен мені сабыр еткендерден табасың дейді. Қараңыздар, мен сабыр етемін осыны дейді. "Фаламма аслама фатваталлаху джабин" дейді. Жаңағы ол екеуі бойсынып, баланың бетін, маңдайын, жабин деген маңдайды жерге қаратқан кезде дейді. Оқиғасын білесіздер ғой сіз барлығыңыз, иә? Сөйтіп енді ол қазір өтпей қалады деп ойлаған жоқ қой. Алла Тағала әмір етті, соны орындау деген. Яғни құлшылыққа, ғибадатқа сабырлық жасап тұр. Өйткені Алла әмірді орында деп тұр. Сол кезде пышақ тартқан кезде пышақ несіне демеді, қанжап өтпеді. Сөйтіп Алла Тағала оның жаңа қад саддақта руя, сен түсіңді ақиқатқа шығардың, ей Ибрахим деп айтып, Алла Тағала оның қошқармен ауыстырды. Сол сияқты бұл үлкен көрінісі. Бұған біреудің
біреудің емес, екінің бірінің шамасы келмейді бұған. Бірақ Алла Тағала осылай істеген, Алла үшін осылай құрбандық қылған адам болғандығын, пайғамбар болғандығын көрсетеді. Ендеше мұсылман да ғибадатта жаңа шамасы келгенше сабыр ету керек. Қалай? Яғни ғибадатта сабыр деген сөз, сіздің дүние мүлкіңіз бар, соны Алланың жолында жұмсау керек. Яғни сен әрине қаншама еңбектендің, соны бөлу керек. Оның артында да егерде сабырлық болмаса, адам ол ғибадатты, зекетті де шығара алмайды. Сабырлық болмаса, оразаны да ұсталмайды. Кішкентай бір не болса, ауырып тұрым, оған себеп іздейді, ауырғандарға фидия төлеп, ұстамаса болады деген сияқты нәрселерді айтуы мүмкін. Жоқ, мұсылман адам құлшылыққа да, ғибадатқа да сабыр ету керек. Екінші сабырдың түрі ас-сабру фил маъсия дейді. Күнәлі істен сабыр ету дейді. Қандай күнәлі істер? Харам, күмәнді нәрселерден. Кейбір кезде осы қоғамда болып жатады. Бір сауда жасай қойық, бірақ сауданың түрі күмәнді болады. Біреуді алдау керек. Немесе бір жер ала қою, үй қазір әртүрлі ғой, мысалы. Біреудің айтпайды, бір машина сатқан кезде жаңағы ақауларын жауып, үндемей. Ол нағыз өмірде ол сынақ деген алыстан келмейді. Бүгінгі күннен, мысалы, біреу алып сіздің алдыңызды кесіп өтуі мүмкін, біреу қатты сөз байқамай айтып қалуы мүмкін. Немесе әрбір осындай күнәлі іске сабыр ету. Әрине сіз мынадан пайда көрейін деп тұрған сияқты болып көрінеді, шайтан сізге көрсетеді. Бірақ бұның артында сабыр етпесе, мұсылман адам үлкен күнәға душар болып қалуы мүмкін. Соның ішіндегі нәрсе бізге үлкен бір мысалын көрсетті. Юсуф алейхиссалам мен Зулайханың арасындағы оқиға. Білесіздер, жаңағы Мысырдағы қожайынның әйелі үйінде оны Юсуф алейхиссаламды зинаға шақырды. Сол кезде одан не істеді? Юсуф алейхиссалам қашты. Тіпті оны зинаға шақырған кезде Робби сичну ахаббу илайя мимма тад'унани илайhi дейді. Ей Алла Тағала, олардың шақырған нәрселерінен маған түрме жақсы деп соны таңдаған Юсуф алейхиссалам. Жап-жас, сұлу, жаңағы Алланың елшісі осылай істеген. Яғни осы ендеше күнәлі істеде не істеу? Мұсылман адам сабыр ету керек екендігін көрсетеді. Үшінші мәселе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне келдіргендей, сабырдың үшінші түрі ас-сабру алал иптила, сынаққа сабыр ету. Сынаққа, тағдырдағы мәселелері, тіпті сондай бір үлкен сынақтар болуы мүмкін. Жаңағы адам, Құранда мынандай бір аят бар, Бақара сүресінде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим, «Валанаблуаннакум бишайин минал хауфи» дейді. Біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді Алла Тағала. Минал хауфи, қорқынышпен, наблуакум минал хауфи вал жуи, аштықпен, ва нақси минал амуал, дүниенің кеміп кетуімен, вал анфус, және жандардың дүниеден өтуімен, жақсы көрген адамдардың қайтыс болуымен, ва самарат, және еккен егістіктерінің шықпай қалуымен, ва башширис сабирин дейді Алла Тағала айтады. Осы сынақтар, аштық, жаңа қорқыныш, адамның дүниеден өтуі, жақындардың, егістік, дүниенің күрт кемуі, егістіктің шықпай қалуы, осыған сабыр еткен болса, Алла Тағала оларды сүйіншілеңдер дейді. Ида асабатхум мусибатун, олардың бастарына бір сынақ келген болса, қайғы келген болса, қолу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, олар айтады, шындығында біз Алланың тарапынан келдік, Алланың тарапына қайтамыз деп айтады дейді. Сондай құлдарды Алла Тағала сүйіншілеңдер дейді. Ендеше мусиба деген бұл сынақ адамға өмірінде де болуы мүмкін. Тіпті мынандай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Ида мата валаду ал-абди қала Аллаху лил малаика. Пайғамбарымыз айтады, егерде бір құлдың кішкентай сәби дүниеден өткен болса дейді, Алла Тағала періштелерге айтады екен: қабаттум валада абди, сендер менің құлымның баласының жанын алдыңдар ма дейді. Фаяқулуна наам, сол кезде олар айтады, иә деп айтады. Қабаттум самарата фуадихи, жүрегінің жемісін алдыңдар ма дейді періштелерден. Сонда фаяқулуна наам, сонда періштелер айтады, иә деп айтады. Фаяқулу мада қала абди, сол кезде Алла Тағала айтады екен, құлым не деді дейді. Жаңа қайғының үлкенін көрдіңіздер ғой. Хамидака вастаржаака, саған мақтау айтты. Вастаржаа, яғни Алланың тарапынан келдік, Алланың тарапына қайтамыз деп айтты дейді. Фаяқулу Аллаху Таала, сонда Алла Тағала айтады екен,
ибну ли абди байтан фил джаннати ва саммуху байтал хамд. Сендер құлыма жәннаттан үй салыңдар, және ол үйдің атын хамд деп, мақтаулы үй деп атаңдар дейді. Сондықтан да Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адам, мұсылман адам ол сынақты сұрамау керек. Құранда мысалы бізге үйретеді Алла Тағала қалай жаңағы дұға қылуды. Бақара сүресінің соңына қарасаңыздар, сонда айтады: Роббана ла туахидна ин насина ва ахтана. Роббана ва ла тахмил алайна исран кама хамалтаху ала лазина мин qablina дейді. Сол дұғаны білеміз. Сонда айтады: ей Алла Тағала, бізден бұрынғыларды сынағандай бізді сынамашы дейді. Қарашы, қандай әдемі дұға. Жаңағындай үлкен адамдарды сынағандай бізді сынамашы деген Алла Тағала солай тілеңдер деп тұр да. Уафанна уафирлана вархамна дейді. Мысалы, бізді кешір, бізге мейірімді бол деген жаңағы дұға. Сонда пайғамбарымыз айтады, шын мұсылман адам ол қиындықты сұрамау керек. Егер оған басына сынақ келген болса, ол сабыр ету керек, соған төзу керек дейді. Ендеше құрметті жамағат, альхамдулилля, біздің ислам діні бұл ақиреттік, Алланың риза болған діні. Радиту лакумул ислама дина. Мен сендерге ислам дінімен ғана риза болдым дейді. Сондықтан да осы діннің қандай да бір бұйрықтары болатын болса, пайғамбарымыздың үйреткен тәрбиелері болатын болса, ол бізді бұл дүниеде де бақытты, ақиретте де бақытты қылатын істер екен. Сондықтан да иншалла Алла Тағала баршамызға сабырлық деген көркем мінезді бойымызға берсін. Мына мұсылманның, мынау пайғамбарымыздың тағы бір хадисі бар: мән ястасаббар юсаббирухулла дейді. Кім сабырлықты сұраса, оған Алла Тағала сабырлықты береді дейді. Мысалы, мұсылман адам айнаға қараған кезде мынандай дұға бар: Аллахумма кама хассанта халқи фа хассин хулуқи дейді. Ей Алла Тағала, менің жүзімді қандай әдемі қылып жаратқан болсаң, фа хассин хулуқи, менің мінез құлқымды да сондай әдемі қылшы дейді. Ва харрим уажхи анин нар, және жүзімді тозақтың отына харам етші дейді. Ендеше менің жүзімді қандай әдемі қылған болсаң, мінезімді де сондай әдемі қылшы дейді. Мысалы, бір адам өзі туғаннан сабырлы адам болуы мүмкін да, бір адам өзі сабырсыз болуы мүмкін. Бірақ Алла Тағаланың аяттарын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүйіншілерін естігеннен кейін сабыр ету керек екен ғой деп, сол сабырды үйренеді, мүктәсәп дейді. Ендеше кім сабыр етуді тырысып, соған әрекет еткен болса, Алла Тағала оған дейді. Сондықтан да иншалла мен сабырсызбын, осымен кеттім деген нәрсе емес. Сабырлықты ол үйрену керек екен. Ол әрине құлшылықпен, ізгі амалдармен бекіп отыратын болады. Алла Тағала иншалла қандай да бір іс болатын болса, соған сабыр етіп, өзінің ризалығын алуды нәсіп етсін. Және Алла Тағала ең соңында мен тағы да естеріңізге салайын: инналлаха мa'ас сабирин дейді. Шындығында Алла Тағала сабыр еткен құлдарымен бірге болады дейді. Сондықтан да Алла бірге болған адам ол бақытты болатын адам болып есептеледі. Алла Тағала баршамызға әрбір істе сабырлық беріп, исламның қандай көркем мінездері болса, сол біздің бойымызда қазір табылуды нәсіп етсін. Өйткені бүгіннен бастап осы сөздерді, Алла Тағаланың аяттарын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін естігеннен кейін бүгіннен бастап мен міндетті түрде сабырлы боламын деп өз-өзіне уәде беру керек. Өз-өзіне сондай шарт қою керек мұсылман. Өйткені бізге бұл нәрсені өзіміз үйренбесек, бізге біреу келіп бұны үйретіп кетпейді. Сондықтан Алла Тағала баршамызға ізгі амалдарды нәсіп етіп, сабырлы ғұмыр кешуді Алла Тағала нәсіп етсін. Алла разы болсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика. Аллах.